Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жер бетіндегі соққы кратерлері. Өркениеттің техногендік қызметі ғарыш жер маңына әсер ету көзі ретінде. Ғарыштан түсетін нысанның, метеориттің, астероидтың немесе кометаның жердің құрлығына немесе теңіз бетіне соғылуы нәтижесінде кратер пайда болады. Оның екі түрі бар: қарапайым және күрделі кратерлер. Қарапайым кратерлер, мысалы, Аризонадағы Барринджер кратері, жер бетінде қазаншұңқыр тәрізді үлкен ойыс қалдырған. Мұндай кратерлердің диаметрі әдетте 4 шақырымнан аспайды. Күрделі кратерлер көлемі үлкен, құрылымы күрделірек болып келеді. Олардың ортасында көтерілген бөлік, оны қоршаған шеңберлі белдеу және сынған шеттері болады. Көтерілген орталық бөлік соққыдан кейінгі жер бетінің қайта серпілуі нәтижесінде түзіледі. Бұл құбылысты су бетіне тамшы тамғанда пайда болатын толқынның қатып қалған түрімен салыстыруға болады. Екі жағдайда да кратердің өлшемі соққы жасаған дененің көлеміне және соққы аймағындағы материалға байланысты. Жұмсақ материалдар сынғыш материалдарға қарағанда кіші кратерлерді түзеді. Кратерлердің өлшемі уақыт өте өзгереді. Қысқа мерзімде кратер шеттерінің құлауынан кішірейеді, ал ұзақ мерзімде эрозия және басқа геологиялық процестер олардың ізін жер бетінде тез жасырады. Уақыт өте келе кратердің жиегі мүжіліп, ішкі қабырғалары құлап, түбі шөгеді. Кейде кратер суға толып көлге айналады. Мысалы, айдағы кратерлер миллиардтаған жылдар бойы сақталып келеді, себебі онда атмосфера мен эрозия процесі жоқ, ал жерде олар жел, жаңбыр және тектоникалық қозғалыстардың әсерінен тез жойылады. Барринджер кратері жердегі ең жақсы сақталғандарының бірі, бірақ оның жасы бар болғаны 50 мың жыл, ал 65 миллион жыл бұрын пайда болған Чиксулуп кратерінің жер бетінде дерлік ешқандай белгісі жоқ. Дегенмен ол ғаламшардағы ең ірі кратерлердің бірі. Кейбір жанартаулық құрылымдар да соққы кратерлеріне ұқсайды, ал ұсақталған жыныстар тек соққы кратерлерінде ғана емес, басқа геологиялық түзілімдерде де кездеседі. Белсенді емес, яғни эксплозивті емес жанартаулық кратерлер әдетте пішінінің біркелкі еместігімен және жанартаулық ағындар мен басқа жанартаулық материалдармен байланысымен ажыратылады. Ерекшелік шолпандағы соққы кратерлерінің кейбірінде еріген материалдың ағындары бар. Мұхиттағы соққылар құрлықтағыдан әлдеқайда қауіпті, себебі ірі нысандар суды жарып, цунамиді тудырады. Чиксулуп кратері пайда болған кезде 50-100 метрлік толқындар құрлыққа дейін жеткен. Соққы кратерінің басты белгісі соққы метаморфты өзгеріске ұшыраған жыныстар. Бұларға шок конустары, балқыған және деформацияланған кристалдар жатады. Күрделі кратерлерде бұл материалдар орталық көтерілген бөлікте ашылады. Осындай өзгерістер мен процестер тек жерде ғана емес, басқа аспан денелерінде де байқалады. Солардың ішінде айдағы соққы кратерлері ерекше зерттеу нысанына айналған. Айда атмосфера мен судың болмауы себепті онда пайда болған кратерлер миллиардтаған жылдар бойы бұзылмай сақталып келеді. Сондықтан ай беті ежелгі соқтығыстардың табиғи мұражайы іспетті. 1978 жылы Ай және ғаламшар зертханасының Чак Вуд пен Лейв Андерсон айдағы соққы кратерлерін жіктеу жүйесін жасады. Олар кейінгі соққылармен айтарлықтай бұзылмаған кратерлерді таңдап алып, нәтижелерді 5 кең санатқа топтастырды. ALC диаметрі шамамен 10 км немесе одан кіші, орталық түбі жоқ, шағын, тостаған тәрізді кратерлер. Үлгісі Albategnius C кратері. BIO ALC-ге ұқсас, бірақ түбі тегіс кішкентай кратерлер. Әдеттегі диаметрі шамамен 15 км. Үлгісі Biot кратері. Үшінші санат SOS. Іші кең әрі тегіс, орталық шыңы жоқ кратерлер. Ішкі қабырғалары сатыланбаған, диаметрі әдетте 15-25 км. Үлгісі Sosigenes кратері. TRI ішкі қабырғалары еденге құлаған күрделі кратерлер. Диаметрі 15-50 км аралығында. Үлгісі Treisnecker кратері.
TYC диаметрі 50 км-ден үлкен, қабырғалары сатылы, түбі тегіс кратерлер. Көбінесе орталық шыңдары болады, үлгісі Тайхо кратері. Бұл жүйе кейінгі ғарыштық миссиялар кезінде алынған мәліметтерді салыстыруға да негіз болды. Сонымен қатар кратерлердің морфологиялық ерекшеліктерін зерттеу айдың ішкі құрылысы мен геологиялық белсенділігі туралы жаңа деректерді берді. Астероидтық немесе кометалық дене планетаның бетіне соққанда, ол көбінесе дыбыс жылдамдығынан бірнеше есе артық, ондаған км/сек жылдамдықпен қозғалады. Бұндай аса жоғары жылдамдықтағы соқтығыс гипержылдамдықты соққы деп аталады. Үлкен метеориттің соққысы аз ғана аймақта қысқа уақыт ішінде орасан зор кинетикалық энергия бөледі. Кратердің түзілуі туралы ғалымдардың білімі ядролық және химиялық жарылыстарды, зымыран соққыларын зерттеу нәтижелеріне, зертханада жоғары жылдамдықпен атылған снарядтармен жасалған тәжірибелерге, компьютерлік модельдерге және табиғи метеориттік кратерлерді тікелей бақылауға сүйенеді. Бұндай зерттеулер соққы кезінде пайда болатын температура мен қысымның шектен тыс жоғары болатынын көрсетті. Бұл жағдайларда тау жыныстары балқып, кейде буға айналып, ерекше минералдық құрылымдар түзіледі. Метеорит жер бетіне соғылғаннан кейін соққы толқындары жер қыртысына және метеоритке таралады. Буланған, балқыған және ұсақталған материал аймақтарын қалыптастырады. Ғаламшар ішінде алғашқы соққы толқынынан кейін бос беттен шағылған сүйрету толқыны пайда болады. Қысым айырмашылықтары жер асты материалдарын жоғары әрі сыртқа шығарады. Пайда болған шұңқыр тік жоғары қараған параболоид тәрізді болады. Оның ені тереңдігінен шамамен 4 есе үлкен. Кратердің диаметрі мен метеорит диаметрінің арақатынасы орта есеппен 1/1 құрайды. Қазылған материал кратерді айнала үйіліп, оның жиегін көтеріңкі етеді. Жиегінің биіктігі кратер тереңдігінің шамамен 5%-ын құрайды. Кратер сыртындағы қазылған материал қабаты эктета жамылғысы деп аталады. Шағын кратерлер, қарапайым кратерлер бірнеше секундта түзіледі. Ірі кратерлер модификация сатысынан өтеді. Параболоид пішінді шұңқыр біртіндеп құлап, соңғы түрі күрделі кратер болып қалыптасады. Кратер түзілу процесі өте қысқа уақытта өтсе де, оның іздері миллиондаған жылдар бойы сақталып қалады. Соққының қуаты кейде жер сілкінісіне, тіпті жанартаулардың атқылауына ұқсас әсер тудырады. Мұндай соқтығыстар ғаламшардың бетін жаңартып, жаңа жер бедерін қалыптастырады. Кратерлердің сыртқы көрінісіне әсер ететін факторлар. Гравитация. Жоғарырақ беткі гравитация күрделі кратердің тез құлауына ықпал етеді. Мысалы, Ай, Меркурий және Шолпан бетінде орталық шыңды кратерлердің ең кіші диаметрі олардың гравитациясына кері пропорционал. Қыртыс материалының беріктігі. Әлсіз материалды денелерде кратерлер оңайырақ құлайды. Мысалы, Марстың жер асты материалдарында судың болуы ықтимал. Бұл күрделі кратерлердің Меркуриймен салыстырғанда кіші болуын түсіндіреді. Қабатталу және атмосфера. Жақын беткі қабаттардың қабатталуы және атмосфераның болуы қазылу процесін өзгертіп, ортасында шұңқырлы, тегіс түпті кратерлердің пайда болуына әкеледі. Атмосферасы жоқ денелерде қазылған материал баллистикалық траекториялар бойымен ұшады, ал атмосферасы бар денелерде материал ауа ағындарымен араласып, жердегі жанартаудың пирокластикалық ағындарына ұқсас бетпен таралады. Шолпан және жердегі соққы құрылымдары эктета жамылғылары арқылы ағын түрінде түзілген. Марстағы көптеген жамылғыларда жер асты мол судың әсерімен пайда болған лай ағындарына ұқсайды. Кратерлердің пішіні мен құрылымы сонымен қатар соққы бұрышына және соғылған дененің жылдамдығына тәуелді. Тікелей түскен нысандар дөңгелек кратерлерді түссе, ал жанама бұрышпен соғылған нысандар сопақша пішінді кратерлерді қалыптастырады. Сабағымыздың екінші бөлімі өркениеттің техногендік қызметі ғарыш жер маңына әсер ету көзі ретінде.
Қазіргі өркениеттің техногенді қызметі ғарыш жер маңы кеңістігіне орасан зор әсер етіп отыр. Техникалық прогресс пен технологиялардың дамуы адамзатқа ғарышты зерттеу мен игеруде жаңа мүмкіндіктер ашып берді. Бүгінгі таңда ғарыш саласы елдердің ғылыми, экономикалық және қорғаныстық қуатын анықтайтын маңызды бағыттардың бірі. Техногенді қызметтің арқасында жер орбитасында мыңдаған жасанды жер серіктері, ғарыштық станциялар және зерттеу жұмысы істеп тұр. Олар байланыс, навигация, метеорология, барлау, жерді дистанциялық және ғылыми зерттеу мақсатында қолданылады. Мысалы, NASA, ESA және SpaceX сияқты ұйымдар жаңа буындағы ғарыш аппараттарын жасап, оларды қайта пайдалануға болатын зымырандармен ұшыру технологиясын енгізуде. Бұл ғарышты зерттеудің экономикалық тиімділігін арттырып, орбитадағы тұрақты ғылыми миссияларды жүзеге асыруға мүмкіндік беріп отыр. Алайда, техногендік қызметтің ғарышқа тигізетін жағымсыз әсері де бар. Ең өзекті мәселе ғарыштық қоқыстар және озон қабатының бұзылуы. Орбитада істен шыққан жасанды серіктер, зымырандардың саты қалдықтары және соқтығысқан аппараттардың бөлшектері жинақталып, жер маңы кеңістігіне қауіп төндіруде. Қазіргі уақытта жер орбитасында шамамен 30 мыңнан астам өлшенетін нысан бар, ал ұсақ фрагменттердің саны миллионнан асып кетеді. Бұл қоқыстар жаңа аппараттардың ұшырылуы мен ғарышкерлердің қауіпсіздігіне үлкен қауіпті төндіреді. Сондықтан қазіргі заманғы ғарыштық инженерияда аппараттардың конструкциясына, салмағына, энергия тиімділігіне және ұшу кезінде экологиялық қауіпсіз болуына ерекше талаптар қойылуда. Мысалы, жасанды серіктер өз миссиясы аяқталған соң орбитадан шығуға немесе атмосферада жанып кетуге арналған жүйелермен жабдықталады. Техногендік прогресс ғарышты зерттеу мүмкіндіктерін кеңейтіп қана қоймай, жаңа міндеттер жүктеді. Қазіргі өркениет Марс пен Айды зерттеу бағдарламаларын белсенді жүзеге асырып жатыр. SpaceX, NASA және басқа агенттіктер адамды Марсқа жеткізу жобасын қолға алса, ESA мен Жапонияның JAXA агенттігі Айда тұрақты база құру мақсатында бірлескен зерттеулерді жүргізуде. Сонымен қатар жасанды интеллект пен автоматтандыру жүйелері ғарыштық бақылау мен деректерді талдауда кеңінен қолдануда. Бұл технологиялар жер атмосферасы мен климатын бақылауға, табиғи апаттарды болжауға, экожүйелердің өзгерісін зерттеуге мүмкіндік береді. 2023 жылы ESA мен NASA бірлесіп ClearSpace 1 жобасын іске қосты. Оның мақсаты орбитадағы істен шыққан спутниктер мен қоқыстарды жинау. Сонымен қатар Жапонияның Astroscale компаниясы ғарыш қалдықтарын магниттік ұстап алу және қауіпсіз жою технологиясын сынақтан өткізіп жатыр. Ғарыш аппараттарына қойылатын талаптар жыл сайын күшейіп келеді. Олар жоғары сенімділікке, радиацияға төзімділікке және энергияны үнемдеуге бағытталған болуы тиіс. Аппараттарда экологиялық тұрғыдан қауіпсіз материалдар қолданылып, энергия көздері ретінде күн панельдері мен қайта зарядталатын аккумуляторлар пайдаланылады. Сонымен қатар халықаралық ұйымдар орбиталық кеңістікті пайдаланудағы экологиялық нормалар мен жауапкершілікті күшейтіп отыр. 2023 жылы Біріккен ұлттар ұйымы және Халықаралық аэронавтика федерациясы ғарыштық қоқысты азайту жөнінде жаңа ережелер қабылдады. Оған сәйкес елдер жасанды серіктерін ұшырмас бұрын олардың миссия аяқталғаннан кейінгі жою жоспарын көрсетуге міндетті. Ғарыш аппараттарына қойылатын негізгі талаптардың 15 түрін қарастырайық. Жұмыс температурасы -120 градустан +120 градусқа дейін. Аппарат күнге қараған жағында +120 градусқа дейін қызып, көлеңке жағында -120 градусқа дейін суиды. Сондықтан осы аралықта қалыпты жұмыс істеу керек. Ішкі жүйелер температурасы +10 градус пен +40 градустың аралығында. Электрондық тақшалар мен аккумуляторлар осы температурада ғана жұмыс істейді. Төмен болса энергия азаяды, жоғары болса қызып істен шығады. Дірілге төзімділігі 10-20 грамм. Ұшыру кезінде аппарат өз салмағынан 10
20 есе артық күшке ұшырайды, сондықтан оның құрылымы бұзылмайтындай мықты болуы тиіс. Соққы жүктемесіне төзімділігі 1000-2000 грамм. Зымыран бөлінген сәтте өте қысқа уақытта үлкен соққы пайда болады, сондықтан аппарат 2000 есе ауырлық күшіне дейін шыдай алуы керек. Радиацияға төзімділігі 1000-нан 1 миллион радиан. Ғарыштағы жоғары энергиялы бөлшектер мен сәулелер электрондық жүйелерді зақымдайды, сондықтан олар осы мөлшердегі сәулеленуге төтеп бере алуы қажет. Энергия тұтыну қуаты 100 Вт пен 20 кВт. Шағын спутниктерге 100 Вт жеткілікті болса, үлкен станциялар мен зондтарға 20 кВт-ға дейін энергия қажет. Күн панельдерінің тиімділігі 25 пен 30%. Күн сәулесінің тек 1/4 бөлігі ғана электр энергиясына айналады. Бұл қазіргі технологиялардың ең жоғары көрсеткіштерінің бірі. Аккумулятор сыйымдылығы 10 мен 200 ампер-сағат. Күн сәулесі түспеген кезде аппарат осы қордағы энергиямен бірнеше сағат жұмыс істейді. Массасы 1 килограммнан 10.000 килограммға дейін. Мысалы, кішкентай CubeSat спутнигі 1 килограмм шамасында болса, ғарыш станциясының модулі 10 тоннаға дейін жетеді. Өлшемдері: ұзындығы 10 см, ені 10 см, биіктігі 10 см және ұзындығы 4 метр, ені 4 метр, биіктігі 10 метр. Бұл диапазон шағын спутниктерден бастап үлкен телекоммуникациялық аппараттарға дейінгі барлық ғарыш құрылғыларына тән. Қызмет ету мерзімі 1 жыл мен 15 жыл. Қарапайым зерттеу спутниктері 1 жыл мен 3 жыл аралығында ұшса, телекоммуникациялық және ғылыми аппараттар 10 жылдан астам жұмыс істейді. Навигациялық дәлдігі: қателік 10 метрден аспайды. Аппарат орбитадағы орнын 10 метрден артық ауытқусыз анықтай алуы керек, әйтпесе байланыс пен бағдарлау жүйелері бұзылады. Орбиталық жылдамдық 7-8 км/сек. Аппарат жердің тартылысынан шықпай, тұрақты орбитада айналуы үшін дәл осы жылдамдықпен қозғалуы керек. Температураның өзгеру жылдамдығы минутына 10-15 градустан аспауы тиіс. Егер температура бұдан тез өзгерсе, металл мен пластик бөлшектерінің кеңеюі немесе сығылуы аппаратты зақымдайды. Сыртқы жабынының шағылыстыру қасиеті 60 пен 90% аралығы. Бұл көрсеткіш жоғары болса, аппарат күн сәулесін жақсы шағылыстырады да артық қызудан қорғалады. Ғарыш аппараттары жердің жоғарғы қабаттарында жұмыс істейтіндіктен, олардың қызметі атмосферамен тығыз байланысты. Әсіресе стратосферадағы озон қабаты жерді күннің зиянды сәулелерінен қорғауда үлкен рөл атқарады. Ендеше осы озон қабатының маңызы мен оның қазіргі жағдайына тоқталып өтейік. Озон бұл жер бетінен 10-нан 40 километрге дейінгі биіктікте стратосфера деп аталатын аймақта орналасқан газ. Оның негізгі қызметі жерді күн сәулесінің зиянды әсерінен қорғау, яғни ол күннің ультракүлгін сәулесінің көп бөлігін сіңіреді. Осылайша ғаламшарымыздағы тіршілікті сақтауға көмектеседі. Алайда 20 ғасырдың екінші жартысынан бастап техногендік қызметтің қарқынды дамуы бұл қабаттың жұқаруына және тіпті кей аймақтарда озон тесіктерінің пайда болуына әкелді. Мұның негізгі себебі адам әрекетінен атмосфераға бөлінетін химиялық заттар, әсіресе фреондар, галогендер және азот оксидтері. Бұл қосылыстар жоғары атмосфераға көтеріліп, озон молекулаларымен әрекеттесіп, олардың ыдырауына себеп болады. Техногендік қызметтің озон қабатына әсер ету көздері әртүрлі. Олардың қатарына өнеркәсіптік өндіріс, мұздатқыш және кондиционер жүйелерінен бөлінетін газдар, аэрозольдік баллондардағы химиялық қоспалар, сондай-ақ зымыран отындарының жану өнімдері жатады. Әсіресе ғарыш аппараттарын ұшыру кезінде бөлінетін газдар мен бөлшектер атмосфераның жоғары қабаттарына тікелей әсер етеді. Зымыран қозғалтқыштарынан шыққан хлор және азот тотығы озон молекулаларын ыдыратып, қабаттың құрылымдық тұрақтылығын бұзады. Бұл процестердің салдары ультракүлгін сәулелердің жер бетіне көп түсуі,
нәтижесінде тірі ағзалар мен адамдардың денсаулығына зиян келуі, терінің күйіп қалуы, тері обырының көбеюі, көздің катарактасы сияқты аурулар осының салдарынан туындайды. Сонымен қатар ультракүлгін сәулелер өсімдіктердің өсу қарқынына және мұхиттағы фитопланктонның тіршілігіне кері әсерін тигізеді. Бұл өз кезегінде биосферадағы тепе-теңдікті бұзады. Дегенмен соңғы жылдары халықаралық деңгейде озон қабатын қорғауға бағытталған бірқатар шаралар қабылданды. 1987 жылы қабылданған Монреаль хаттамасы озон қабатын бұзатын заттардың өндірісі мен қолданылуын кезең-кезеңімен тоқтатуға бағытталған алғашқы ғаламдық келісім болды. Бұл құжаттың нәтижесінде көптеген елдер фреондарды және басқа да зиянды газдарды пайдалануды қысқартты. Сондай-ақ соңғы жылдары озон қабатының біртіндеп қалпына келе бастағаны байқалуда. Қазіргі таңда техногендік әсерді азайту үшін экологиялық қауіпсіз технологиялар енгізілуде. Мысалы, озонға зиянсыз салқындатқыш заттар, балама отын түрлері және зымыран ұшыру кезінде экологиялық стандарттарды сақтау тәжірибесі кеңейіп келеді. Біріккен ұлттар ұйымы мен Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның мәліметінше қазіргі қарқын сақталса, озон қабаты шамамен 2050 жылдарға қарай толығымен қалпына келуі мүмкін. Сонымен қатар ғалымдар озон қабатына зиян келтірмейтін зымыран отынын әзірлеу бағытында зерттеулер жүргізіп жатыр. Қорытындылай келе, ғарыш денелерінің жерге соғылуы нәтижесінде пайда болатын соққы кратерлері тек геологиялық құрылымдар ғана емес, сонымен қатар ғаламшар тарихын зерттеуде маңызды дерек көзі болып табылады. Бұндай соққылар әсіресе мұхитта болған жағдайда алып цунами мен климаттық өзгерістерге әкелуі мүмкін. Бұл адамның табиғатқа әсерін көрсетеді. Адамзаттың қазіргі техногендік қызметі ғарышты зерттеп, жаңа технологиялар мен ресурстарды игеруге мүмкіндік берсе де, осы әрекеттер экологиялық мәселелерді туындатуда. Мысалы, ғарыштық қоқыс және озон қабатының бұзылуы атмосфера мен тіршілікке қауіп төндіреді. Сондықтан ғарышты игеруде табиғатты қорғау мен экологиялық қауіпсіздікті сақтау адамның басты міндеті болып саналады. Назарларыңызға рахмет.